Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған интерактивті ойындар сайтымен таныстырғым келіп отыр. Ең алғаш, ең бірінші біздің қадамымыз ол біз кез келген браузерға кіріп, іздеу жолағына Logic Like деп теріп жазамыз. Logic Like. Енді шыққан ең бірінші осындай logiclike.com деген сайтқа кіреміз. Бұл сайт бізде, мына жерде мен уже өзім тіркеп қойдым. Бұл сайт бізде ресейлік болғаннан кейін бұл жерде қазақ тілі көрсетілмеген. Бірақ тілі де озвучкасы барлығы орыс тілінде екен. Бірақ та бізге дауысын өшіріп тастап, тақтаға қойып, балаларға ойын ретінде ұсынуға өте керемет көрнекілік деп айтсақ та болады. Енді ең бірінші біз осындай бет ашылады. Ашылғаннан кейін астындағыда қандай социальный желі арқылы тіркелгіңіз келеді, сол арқылы тіркелуге болады. Немесе өзіңіздің я первый раз на сайте деп email жаңағындай нелеріңіздің барлығын, у меня уже ввести код учителя, попробовать занятие дегені бар. Осы жерден мұғалім ретінде кіріп, өзіңіздің жаңағы, мен мысалы Google аккаунт арқылы кірдім. Мінекей маған осындай бет ашылады. Кірген кезінде аты жөніңізді, электронды почтаңызды жазуды сұрайды. Соның барлығын жазғаннан кейін сізге осындай бет ашылады. Енді бұл сайтпен біз қалай жұмыс жасаймыз? Қазір тегін дүние ешқай жерде жоқ, бірақ та бүкіл сайттың тегін және про версиялары бар. Соның тегін нұсқаларын мен сіздерге ұсынып көрсетемін. Барлық өзімнің видеоларымда. Енді Logic Like деген сайтта бізде тегін нұсқасы тек қана мынау логика и математика деген бөлімінде ғана екен. Енді осы бөлімді қарастырып кететін болсақ, қараңыздар, жоғарғы жағында 3-4 класс дегені бар. Осы классты басатын болсаңыздар, сіздер өзіңізге қажетті сыныпты мына жақтан изменить деп, өзіңізге қажетті сыныпты ала аласыз, қай жасқа, қандай сыныпқа екенін. Алғаннан кейін мінекей мен 3-4 сыныпты белгіледім. Логика дейді, 3D мышление, математика, логика деген сияқты тапсырмалары бар екен. Енді осының мынау логика дегеніне На 2 руках 10 пальцев. Сколько осы пальцев жерден на мысалы 10 біз рук? дауысын өшіріп тастап, балаға дауысын өшіріп тастап, өзіміз мысалы осыны озвучкасын өзіміз жасап, балаға көрсететін болсақ, екі қолда 10 саусақ бар, ал 10 қолда неше саусақ болады деген сияқты. Сосын балаға өзіне берсек осы жерден тақтаға шығып таңдау мүмкіндігін. Мына жерде мысалы 100 дегенді таңдайды, ответитті басады. Дұрыс емес, егер на 2 руках 10 пальцев дейді, біз оны былай санадық. На 2 руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках дейді. Қанша болады? Мәссаған 100-ді қате деді. Ал 50-ді жіберейік. Правильный ответ дейді, 50 болады, Енді қараңыздар, міне қате деп басын шайқады, дұрыс жауапта сіздерге правильный ответ деп бір жұлдызша берді. Енді продолжить батырмасын басып, келесі тапсырмаларды бала осылай орындай береді. Тақтаға бір-біртіндеп балаларды шығарып орнатса болады, орындатқызса болады. Енді мына жерде звукты қоссаңыз да болады, звукты өшіріп тастап. Енді звук тек қана орысша, өкінішке орай. Осы сайт орысша. Конфеты тоже сладость. Чего больше сладостей или конфет дейді. Мына жерден бала таңдап көрсетіп, ответитті басады. Бұның барлығын өтіп болғаннан кейін сіздерге мына жерде жұлдызшаның сандары артып, және решай внимательно, чтобы сохранить жизнь. Мына жерде 3-ақ попытка беріледі екен, Қате нететін болсаңыздар, бір өмірлеріңіз қиылып отырады.
Ал мына жерде жұлдызшаларды балалар дұрыс жауап басқан сайын жұлдызша беріп отырады. Бұл бұндай бір тапсырмасы. Енді мына 3D мышление дегенге кіріп көрейік. Бұл жерде де тура сондай. Сложи из двух картинок одну дейді. Мына екеуін бірге қосқанда қандай картина шығады, пайда болады. Баланың мышлениясын ойлау қабілетіне көмектеседі. Мына жақта помощь деген батырмасы бар. Бұл жерде де жаңағындай көмекші ретінде көрсетіп тұрады, көмекші ретінде. Енді бұл бізде берілген осындай 6 нұсқасы, осындай тегін балаларға бір сабақтың үстінде бір болады ғой, бөлімдері, сол жерге беруге болады. Ал қалған мына жерде окружающий мир дегендер, бұлардың барлығы тегін емес, яғни ақылай екен. Жоқ, мінекей мына жеріндегісі мына тегін нұсқасы екен. Клапан приглашает себя в космическое путешествие. Полетели дейді. Ал мінекей правильно ответ дейді. Сол сияқты. Енді бұл бізде немен белгіленген, қазір екінші. Қараңыздар, мінекей мынандай. Екіншісі мынандай болып келді. Мына жерге келгенде уже ақшасын төлеңіз деген сияқты сізге не шығарып тұрады. Ал енді егер сізге сайт ұнап, осы сайтқа мен тіркелемін дейтін болсаңыздар, мына оплатить деген батырмасын басып, 6 айға әр ай сайын 830 теңгеден екен, 50% жеңілдікпен, және бір жола тіркелу, разовый платеж, яғни бұл сайттың барлық мүмкіндіктері сізге тегін болады, 15 000 теңге почти, сөйтіп төлеп кіріп балаларға қолдануға берсеңіздер де болады. Осы айтатынымыз енді сосын тағы да мұғалімдерге айтатын нәрсе, ол бізде қараңыздар, мына жерде балаларды тіркеуге болады екен. Ученики дегеніміз бар, қай жердің қазір мінекей өзімізге кіргенде промкоды деген бар. Осы промкодты бассаңыздар, мына жерде сіздердің промкодтарыңызды жазуға болады. Және бала тіркеуге болады. Ученики, яғни сіз өзіңіздің промкодыңызды беріп, мына жерден оплата для учителей деген тіркелімі бар. Тағы да мысалы басасыздар. Так, мына жерден мінекей герои дегенге кірсеңіздер, қанша бала тіркелгені, задачи, рейтингке кірсеңіздер, рейтингті көрсетіп тұрады. Және мына жерде оқушыларыңызды настройки и ученики дейді міне. Осы жерге кірген кезіңізде сіздер мына жерде балаға ученик, имя ученика, без ограничений, мінекей 5 класс возраст дейді. Мына жерден өзіңіз добавить нового игрока дейді. Мына жерден оқушыларыңызды қосып отырсаңыз болады. Және өзіңіздің промкодыңыз мына жерден настройкасын жасауға болады. Настройка оплата, измените пароль. Оқушыларыңызды өзіңізге мына жерге қосып, өзіңіздің парақшаңыздан көріп отырсаңыз болады. Қай бала қандай достижение, мінекей мына жерден көрсетіп отырады. Қай бала қандай достижениеға жетіп отқан. Так, барлық айтатыным осы. Енді бұл жерде бізде мінекей 9 жұлдызша жиналынды менде. Сол промкодыңыз болса, промкодты жазып жіберсеңіз, сізге бір апта тегін қолдануға болады. Промкодты сіздер социальный сетіне тіркелу арқылы аласыздар. Мінекей осы жерде блог дегеніне кіресіздер. Социальный сеттеріне кіріп, сол жерден алуға болады. Жақсы әріптестер, бұл енді бастауыш сыныпқа өте тиімді деп ойлаймын. Игіліктеріңізге жарасын. Сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна. Сау болыңыздар.